Есек қуғанда қызықты оқиға. Біз кластас құрбым Айтбаева Алатай екеуміз көрші тұрдық. Сондықтан анда-санда химия пәнінен сабақ беретін ағайымыз мектеп директоры Бәкіріп Асанбек ағайдан үйден реакция жасап көруге рұқсат сұраймыз. Өзіміз жақсы оқитын, дәл ағай айтқандай сақтықпен сабақта, лабораторияда реакциялар жасап жүрген соң бізге әбден сенеді. Өтінішімізбен келісіп, үйге штативті, қысқышты, жағатын спиртті, реакцияға қажеттілерді мөлшермен ғана беріп жібереді. Бәрі жатқан кезде кейде біздің үйде, кейде Алатайдың үйінде реакция жасап, өзіміз содан рахаттанамыз. Өте қызық. Пробирканы штативке орнатып, астына спиртті жағып, ағай айтқандай кітаптан оқып отырып, қысқашпен қысып ұстап, бір-біріне қосқан кезде бір құбылыс пайда болып, нәтижеде тіпті басқа қоспа шыққанда қуанып, көзіміз жайнап тамашалаймыз. Ертеңіне пробирканы суытып, бәрін орнына салып, тірі жанға көрсетпей, білдірмей ағайға апарып береміз. Тағы бір кезекті осындай реакциядан кейін Алатай екеуміз біздің үйге келе жатқанбыз. Әрине түн мезгілі. Өйткені жоғарыда айтқандай реакцияны бәрі ұйқыға жатқан кезде өзіміз сабақ оқып отырған оңаша бөлмеге жасаймыз. Ол кезде сабақ оқығанда ешқашан ата-аналарымыз кіріспейді, кедергі жасамайды. Керісінше алаңсыз, өздерінше дайындалуға жағдай жасайды. Біздің мал қораның тұсынан өте бергенде біздің есек ақырып, тартынып, құтырып тұр екен. Бұл есек те Алатай екеуміздің досымыз. Алғаш дене шынықтыру сабағында ағай конынан секіруді үйреткенде бірден үйрене алмадық. Содан үйге келген соң осы тірі есекті теріс қаратып, тас қылып байлап қойып, арт жағынан бір сызық сызып қойдық. Сөйтіп бар пәрменімізбен жүгіріп келе жатып, әлгі сызықта қос аяқтап тальчок береміз де, жайдақ есектің арт жағынан секіріп мініп отыра қалатынбыз. Үстіне отырсақ болды, мектептегі конынан үстіне қос қолымызды қойып, ары қарай секіріп түсуге болады. Осындай бізге конынан секіруді үйренуге көмектескен досымыз сыртқа шыққысы келіп қиналып тұр екен. Шамалы босатып жіберіп, қайтып байлап қоямыз деп ойлап, есекті жібін шұбалтып босатып жібердік. Босатқанымыз сол еді, қора есігінен шығып, бір топ есекті қуа жөнелді. Біздің есек еркек болатын. Есектердің артынан біз де түн ішінде зіркілдеп жүгіріп келеміз. Тоқтамайды. Келесі көше жаққа бұрылып, Қалтай көкеміздің үйінің қасындағы алаңқайға келіп, бәрі дүкірлеп жүр. Біз де жүгіріп жүрміз. Енді бізге есектің шұбатылған жібінен тартып үйге әкету керек. Ертесіне әкем жұмысқа мініп барады. Байлаулы тұрған есекті аяп босатқан біз, оны біліп қояды, ұрсады. Біздің есек қалған есектердің бәріне билігі жүреді. Айналдыра қуып қалағанымен айқасады. Жібін ұстай алмай, түн тыныштығын бұзып, дүкірлеп, ақырған есектермен бірге біз де шыр көбелек айналып жүрміз. Сөйтіп жүріп, есегіміздің күшіне, әр есекке бір ақырып әмірін жүргізгеніне мәз болып шек-сілеміз қатады. Ары қарай айтпай-ақ қояйын. Ой шіркін-ай, қандай аңғал болғанбыз. Өзімізге де сауап болды. Есекті сыртқа шығып, бойын жазсын деп босатып, өзіміз де түннің бір мезгіліне дейін есектерді қуып, бой жазып, есегімізді сергітіп, әбден ойынын қандырып, өзі де шаршап, болдырып, беті қайтып, қалағанының бәріне қанағаттанып, жетекке жүретін болған кезде жетектеп қораға келіп байлап қойып, Алатай екеуміз біздің үйге келіп жаттық. Алатай біздің үйге қонуға келе жатқан болатын. Ал кейде мен Алатайдың үйіне қонамын. Бірақ ешкімге айта алмаймыз. Кейінде бір-бірімізге қарап, есек қуғанда деп күлетінбіз. Өзімізден басқа ешкім түсінбей, ол не деп таң қалып қарайтын.